Өзіңмен әңгіме. Рим императоры әрі стоик философ Марк Аврелийдің адам жаны мен өмір мәні жайлы терең ой толғауларына бүгін шолу жасайтын боламыз. Марк Аврелийдің 5-6 пәлсапалық ой толғауы. Кейбір адамдар біреуге жақсылық жасағаннан кейін оған ризашылық білдіруді талап етеді. Басқалары мұны талап етпейді, бірақ іштерінде оны өздеріне қарыздар деп есептеп, жасаған істерінің есебін ойында ұстап жүреді. Үшінші түрі бар. Олар мұндай нәрселер туралы мүлдем ойламайды. Олар жүзім беріп, ештеңе талап етпейтін жүзім сабағына ұқсайды. Ат та солай шабады. Ит өз еркімен із кеседі. Ара бал жинайды. Жақсылық жасаған адам бұл туралы дабыра қылмайды. Бірден келесі іске көшеді. Тура жүзім сабағының уақытында қайта жеміс беруі сияқты. Онда жақсылық жасағанда өз әрекеттерінің есебін мүлде білмейтін адамдардың қатарына қосылу керек пе? Иә, бірақ жақсылық жасау әрекетті түсініп, оның мәнін білу керексіз ғой. Өйткені ортақ игілікке адал адам өз ісінің осы игілікке сай екенін біліп, басқалардың да мұны түсінуін қалайды. Дұрыс айтасың, бірақ сен менің айтқанымның мәнін түсінбей отырсың. Сондықтан сен бұған дейін айтылғандардың біріне айналасың. Өйткені оларды да сырттай ақылға қонымды болып көрінетін пікірлер адастырады. Егер менің айтқанымды түсінгің келсе, бұл сені ортақ игілікке арналған істерді жасаудан алшақтатады деп қорықпа.